Қоғамдық көлікте жол ақысын оңай карточкасымен төлеу қала сыртынан қатынайтын жолаушыларға тиімсіз болып отыр. Ағылған жұрт төлем картасын сатып алғанымен оған ақша салатын құрылғыны таппай сандалуда. Әрі бір емес бірнеше рет ауысып мінетін жолаушылар үшін жаңа төлем жүйесінің шығыны көп. Ал қала қонақтары санаулы күнге 400 теңгелік карточканы сатып алуға мәжбүр. Жаңа жүйеге жауапты мекеме өкілдері алдағы уақытта жеңілдіктері бар карточкалар қолданысқа енгізілетінін айтқан болатын. Ал жолаушылар болса қоғамдық көліктегі төлем қызметі халыққа тиімді болатындай бір жүйеге келтірілсе деген тілектерін айтуда. Үйге қайта алмай жүрмін, ақша төлейтін жер жоқ. Қайдан төлеймін білмеймін, бір сағат болып жүргеніме. Шеттен келем, велосипед сатып келем. Жұмыс істеймін қалада. Қаладан бері уже оңаймен жүру керек. Қолайсыз болып тұр. Ол дұрыс емес. Өйткені 120 теңге қалады 80 теңгеден. Бір рет барады екен ақырына дейін. Ол дұрыс емес. Жұртты шырылдатып 4000 теңге штраф салғызып жатыр анау күні Алтын Ордада. Ол да дұрыс емес. Қазір мынандай кризисный жағдайда мен оны құптай қоймаймын. Жарысқа келген мысалы спортшылар болсын, не болмаса командировочный адамдар болса, 2-3 күнге Алматыға келген адамдарға ол нәрсе өте қолайсыз.